Дәл қазіргі ауа райының бұзылып, күннің күрт суытуын қазақ не деп айтқанын білесіз бе? Бұл амал Құралайдың салқыны 20-25 мамыр аралығында жүреді. Осы кез табиғаттың сұлу жаратылысы киіктердің төлдейтін уағы. Жаппай төлдеген киіктердің лағы желге қарсы жүгіріп, тынысын ашып, тез аяқтанып кететін көрінеді. Бір ғажабы, киік қанша көп болса да, олар 2-3 күн ішінде түгелдей төлдеп үлгереді екен. Түз жануарлардың тез төлдеуінің бір сыры, аналық киіктер кез келген құралайды емізіп бауырына ала беретін көрінеді. Киік құралайының далада жетім жалғыз қалмайтыны осыдан болса керек. Мамырдың осынау аласапыран күндерінен соң жаз өз күшіне енеді екен. Түз тағысы қасқыр да бұл кезде аңға шықпайды. Ертеде астролог, метеоролог мамандар болмаса да, кең байтақ даламызда көшіп қонып жүріп, ауа райын мұқият бақылаған ата-бабаларымыздың дана өмір салтынан айналып қана кетесің осындайда.